Мама маған кружки жасап бер, кепсидағыдай. Хорошо. Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық қанаттарын дайындайтын боламыз. Тауық қанаттарын алдын ала кесіп, жуып, дайындап аламыз. Одан кейін маринадына кірісетін боламыз. Ол үшін бізге паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз, чеснок керек. 3 ас қасық сұйық май құйып, бетін жауып тұратындай суық су құйып қоямыз. Және бізге 9% осындай сірке суы қажет болады. Одан 1 шай қасық керек болады. Ал енді кіларға кірісейік. Ол үшін мен осындай панировочный ұнтақты сатып алдым дайын. Одан бізге 4 ас қасық ұнтақты шұңғыл тарелкаға салып, 150 грамдай суық су құйып араластырамыз. Және ол түйір болмау керек. Қалған құрғақ ұнтақты бөлек ыдысқа салып аламыз, шұңғыл ыдысқа. Және майларыңызды алдын ала қыздырып қоюға ұмытпаңыздар. Жаңағы кіларға осылай тауық қанаттарымызды салып, батыстырып, одан кейін құрғақ ұнтағымызға салып араластырып аламыз. Қайнап тұрған сұйық майға салып, пісіріп, 8-10 минуттай пісіреміз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!